Баршаңызға сәлем, құрметті оқушылар. 8-ші сыныптың химиясы 1-ші тоқсан 2-ші БЖБ жұмысының шығару жолын көрсететін боламын. Бірінші сұрағымыз натрий гидрокарбонатындағы формуласы натрий HCO3 көміртектің массалық үлесі қаншаға тең болады дейді. Бұл жерде міне сіздерге жазып көрсетіп қойдым. Массалық үлесті табу үшін, массалық үлесті көміртектікті табу үшін атомдық массасын көміртектің бөлеміз молекулалық массасына натрий гидрокарбонатының. Атомдық массасы көміртектік ол 12-ге тең, ал молекулалық массасы үлкен күрделі қосылыстікі ол 84-ге тең болды. Сонда біз 12-ні 84-ге бөліп 100%-ға көбейтетін болсақ, 14,28-ді құрады. Яғни натрий гидрокарбонатының құрамындағы көміртектің массалық үлесі ол 14,28%-ға тең. Жауабы В болады. Келесі, күрделі қосылыстың құрамындағы элементтердің массалық үлестері сутектікі 2,04%, көміртектікі 32,65%, оттектікі 65,31%-ға тең дейді. Қосылыстың молекулалық формуласын анықтаңыз. Бұл жерде міне осылай бізге әрбір элементтің массалық үлестері беріліп тұрса, біз не істейміз? Сол берілген массалық үлестерді атомдық массаларына бөліп шығамыз. 2,04-ті 1-ге бөлеміз. Қатынастың белгісін қойып қоямыз қос нүктені. 32,65-ті 32-ге бөлеміз. 65,31-ді 16-ға бөлеміз. Сонда қатынастар қандай болды? 2,04, 1,02, 4,08. Осы жерден ең кішісіне бөлеміз. Ең кішісі бұл жерде 1,02, барлығын 1,02-ге бөлеміз. Сонда 2, 1, 4 болды қатынастар. Бұл деген сөз сутек 2, күкірт 1, оттек 4 деген мағынаны білдіреді. Сонда біздің белгісіз затымыздың молекулалық формуласы H2SO4-ті құрайды. Келесі екінші тапсырма, ас үйде тамақ пісіргенде газ баллонынан пропан жағылады дейді. С3H8 пропанның жану реакциясы теңдеуін жазыңыз дейді. Міне С3H8 жану реакциясы десе біз ол жерге оттекті қоямыз. Сол уақыт бізде көмірқышқыл газы мен су алынады. Міне жану реакциясын жаздық. Және теңестіру керек бізде. Көміртек 3 болғандықтан мына жерге 3 қоямыз. Сутек 8 болып тұр. Судың алдына 4-ті қоямыз. Сонымен көміртек пен сутек теңестіріп алдық. Соңында оттек теңестіреміз. Оттекті қарайық. Мына жерден 6, 10 болды. Сонда оттектің алдына 5-ті қоямыз. Пропанның жану реакциясындағы өнімдерді және реагенттер атаңыз дейді. Өнімдер дегеніміз олар міне стрелкадан кейінгілер. Өнім бұл жерде көмірқышқыл газы мен су болып тұр. Ал реагенттер пропан мен оттегі. Үшінші тапсырма, Маратқа зертханада тәжірибе жасау үшін оттегі газы керек болды. Оттегі газын марганец диоксиді катализаторы қатысында сутек пероксидін айыру арқылы алуға болады. Сутек пероксидінің ыдырау реакциясы теңдеуін жазыңыз дейді. Сутек пероксидін ыдырату арқылы оттегін алу, я. Сутек пероксид дегеніміз формуласы H2O2. Марганец диоксиді қатысында дейді. Сонда марганец диоксиді, марганец O2 бұл жерде катализатордың қызметін атқарып тұр. Яғни сутегі пероксидін марганец диоксиді катализаторы қатысында ыдырататын болсақ, бұл жерден өнім ретінде су алынады және оттегі алынады. Осы реакцияны теңестіру керек біз. 2-ні қоямыз және судың алдына 2-ні қоямыз. Енді бізге не дейді? Бұл реакцияны қандай заңға сүйеніп жаздыңыз? Осы заңға анықтама беріңіз дейді. Бұл бізде массаның сақталу заңы. Массаның сақталу заңы. Төртінші тапсырма, берілген химиялық реакцияларды аяқтап теңестіріңіз, реакция типін анықтаңыз дейді.
Алюминий оксидіне аш хлорды қосатын болсақ, алюминий хлоры алынады және су алынады. Реакцияны теңестіру керек бізге. Міне алюминий 2O3 болғандықтан алюминий 2, мына жақта біреу ғана, сондықтан мына жерге 2-ні қоямыз. Бұл жерге 2-ні қойып хлор 6 болып кетті, сондықтан аш хлордың алдына 6-ны қоямыз. Судың алдына 3-ті қоямыз. Сонда біздің реакциямыз теңесті. Келесі қандай затқа H2SO4-ті қоссақ, магний SO4 шығады дейді. Әрине магнийді қосамыз бұл жерде. Сонда реакциямыз теңеседі, теңесіп тұр уже, иә? Ешқандай коэффициенттерді қоюды қажет етіп тұрған жоқ. Келесі H2-ге хлор 2-ні қосатын болсақ, бізде H хлор алынады. Және алдына 2-ні қою арқылы реакцияны теңестіреміз. Келесі алюминий OH3, бұл бізде ыдыраған уақытта алюминий оксидіне және суға ыдырайды. Алюминий 2O3 және су. Реакцияны теңестіру үшін мына жерге 2-ні қоямыз. Судың алдына 3-ті қоямыз. Енді осы жердегі реакцияны типтерін анықтау керекпіз, иә? Так, Б бізде орын басу болады. Орын басу. С қосылу. Д айырылу. Айырылу. Және А ол алмасу. Міне достар, осымен бір жұмыс аяқталды. Баршаларыңызға сәттілік, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар.